тілін менімен 10 күнде үйрен. Бүгін бізде 9-шы сабақ. Сәлем, менің есімім Динара. Орыс тілінде сауатты сөйлеуге, сауатты жазуға үйретемін. Бүгінгі сабақта мой, моя, мои, мое деген есімдіктерді, яғни менің деп айтуды, орыс тілінде айтуды үйренетін боламыз. Қазақ тілінде менің кітабым, менің үйім, менің алмам, менің достарым дегенде біз менің деген есімдік ол еш өзгеріссіз болады. Ал орыс тілінде олай айта алмаймыз. Себебі ол родтар тақырыбына байланысты. Бұл сабақта біз родтар туралы айтпаймыз, тек қана осы есімдіктерді ажыратып үйренеміз. Мой есімдігін біз мужской род сөздермен қолданамыз. Мысалы, менің үйім мой дом. Моя есімдігін женский род сөздермен қолданамыз. Мысалы, менің кітабым моя книга. Мое есімдігін средний род сөздермен қолданамыз. Мысалы, менің алмам мое яблоко. Және көпше түрде мои есімдігін қолданамыз. Мысалы, менің достарым деген кезде мои друзья дейміз. Сонымен, менің деген есімдік қазақ тілінде еш өзгеріссіз болады. Орыс тілінде ол родқа мой, моя, мое, мои есімдігі болып бөлінеді. Басқа да сабақтарымды көру үшін менің парақшама міндетті түрде тіркел. Соңғы 10-шы сабақта орыс тілінде сағат айтуды үйренетін боламыз. 5:58, 15 минут второго дегенді орыс тілінде түсініп, ажыратып айтуды үйренеміз.